Сәлем жас физик, бүгін саған арнаған тақырыбым күш. ұбт-дағы өте маңызды тақырыптардың бірі. Жалпы енді физикада маңызды тақырыптардың бірі ғой негізі. Дайын болсаң кеттік. Қысқаша, нұсқаша сізге түсіндіріп берейін. Енді бүгін кіріспесін жасаймыз. Сразу барлығын түсіндіріп тастамаймын. Кеттік. Күш деген не? Күш дегенде біздің ойымызға не келеді? Күш деген кезде есімізде болса мектепте бір-бірімізден күш сынасамыз, бір нәрсені көтереміз. Көтере алмасақ папаларымыз ұрсады, ой күшің аз, тамақ ішпесің, күшің жоқ деген сияқты ұрысуы мүмкін. Яғни күш дегенді біз осылай елестеттік. Но физикада қалай жазылады? Күш деген ол бір дененің екінші денеге әрекет өлшемі, және ол F деген үлкен әріппен жазылады. Өлшем бірлігі Ньютон. Бұны барлығымыз білеміз, бірақ бұл Си жүйесіндегі өлшем бірлігі емес. Егер ұбт-да сенен Си жүйесіндегі өлшем бірлігін сұрайтын болса, бір формуланы ашу керек болады. Мысалға біз mg арқылы ашып көрсетейін. М деген өлшем бірлігі бізде килограмм, мінекей, килограмм. G-дің өлшем бірлігі білесіздер метр секунд квадрат. Си жүйесіндегі өлшем бірлігі осы. Егер ұбт-да Си жүйесіндегі өлшем бірлігі келсе, осыны жауап бересіздер. Күш деген, яғни бір дененің екінші денеге әрекет өлшемі. Мысалға, екі машина соқтығысты, біреусі быт шықты. Демек, бірінші дененің екінші машинаға соққан удары өте жоғары болды деген сөз. Немесе сен аз зат көтер алдың, көп зат көтер алдың да. Аз зат көтер алсаң күшің аз. Демек сен аз әрекет етіп жатсың да. Немесе бір партаны жылжыту керек, например, мына партаны жылжыту керек болсын да. Сен аз ғана жылжытсаң, онда күшің аз, Демек, ал қатты жылжытсаң, алысқа жылжытсаң, көтеріп алсаң, ойбай, сенің күшің көп қой, родной дейді. Айтады. Демек, күш деген осы, яғни бір дененің екінші денеге қаншалықты әсер етіп жатқанын білдіреді. Әсер көп болса көп, аз болса аз ғой. Енді күштер олар неден пайда болады? Ол бір теп қана бір-біріне әрекет етсе ме? Онда әрекет қайдан пайда болады деген сұрақтарға жауап берейік. Дайын болсаң кеттік. Күштер бірінші көтеру, түсіру кезінде, бір нәрсені қозғау кезінде сыртқы әсерлерден болуы мүмкін. Бағанаңды, парта тұрады, оған сен итересің. Бұл сыртқы әрекет, яғни көтеру деген бір сыртқы әрекеттің бір жиынтығы былайша айтқанда. Екінші созу, бір нәрсенің созуы, сығылуы кезінде пайда болуы мүмкін. Садақ созған кезде ол жерде міндетті түрде серпімді күші пайда болуы мүмкін деген сияқты. Немесе мына магнит өрісінің әсерінен магнетизм тақырыбында үлкен бір күштер тақырыбы бар. Оны қарастырсақ болады. Немесе Ньютонның басында мынандай алма түсіп, гравитациялық күшті ашқанын білесіздер, Ол жерде гравитациялық күштердің де, яғни құбылыстың да әсері бар. Содан кейін үйкеліс күші бар, денелер жанасқан кезде үйкеліс күші пайда болады. Яғни жанасу кезінде бір күштің пайда болуына мотив бар деген сөз. Былайша айтқан кезде қазір күшпен және мотивпен пайда болуы. Одан кейін қозғалыс. Бір денелер қозғалыс кезінде де күш пайда болуы мүмкін. Бұл жалпы мағынасы. Ал күштің түрлері бізде ұбт-та келеді, оны қазір қарастырамыз, Мінекей, күштің қандай түрлерін білесіңдер десе, бірінші үйкеліс күші ғой, F үйкеліс. Бұны кәдімгі F деп белгілейсіңдер. Мынақты үйк деп жазып қойсаңдар болады. Серпімділік күші бар, сосын серіппеге байланысты созылатын, жиырылатын, жалпы деформацияға ұшырайтын денелер үшін серпімділік күші бар. F сер деп қысқаша жазуға болады. Архимед күшін білесіздер, сұйыққа немесе газға батырған дененің кері бағытта құрай бар деп шығарып жіберетін күш, ол Архимед күші. Архимед. Арх дегенде бас әріпін жазу керек, өйткені ренжиді ғой, үлкен кісі ол негізі бай дейді. Сосын зарядный, енді бәріміз тарақты немесе ручканы басымызға үйкеп көтерген кезде жабысады, тартылады, тебіледі, бір жерде заряд бар деп айтамыз. Бұл жерде шынымен кулондық күш бар. F кулон күші немесе электр жалпы күші десек болады, F К деп қойсайын, кулон десең жылады. Сосын магнит күштер айттым бағана, магнит өздерінің әсерінен бір-бірін тарту мүмкін, тебу мүмкін, соған байланысты магнит күштер пайда болады. Одан кейін, енді бұл көбіне тоғы баратын күштерге байланысты, білесіздер, ампер күші бар, лоренц күші бар, осыларды қарастырсақ болады. Ол жерде F ампер күші немесе F лоренц күші. Тең емес дәлайды. Сосын тіректің реакция күші барында жоғары қарай теп тұрған, немесе жоғарыдан төмен қарай салмақ болуы мүмкін. Екеуі бір-біріне қарама-қарсы күштер, бірақ негізі тең күштер ғой. Сосын ауырлық күші, бағана гравитациялық күш. Бұл F тең mg деп бұның формуласын жазбасақ болмайды, енді бұл хит формула ғой жалпы.
кедергі күші енді ситуацияға байланысты өзгере береді. Күштердің әрекетінен пайда болады кедергі күші, дене қозғалыс кезінде пайда болады, оны бөлек қарастыру керек, тақырып ретінде бөлек. Алдағы уақытта барлығына қарастырамыз. Сосын сыртқы әрекет етуші күш. Енді бұны F ә деп қойсақ та болады. Сыртқы әрекет етуші күш. Бұны енді көбінде бермейді, формуласын бермейді. Бұл көбінде басқа формулармен, күштермен байланысу арқылы шығаруға болады жалпы. Енді бұл күштердің әрқайсысына жеке-жеке тоқталу керек. Мысалы, үйкеліс күшін алатын болсақ, ол кәдімгі бір сабақта үйкеліс күші қалай пайда болады, формуласы қалай, неден пайда болады деген сияқты қарастыра беруге болады. Сонда бұл жерде айтпағым барлық күш, яғни бір-біріне теңестіруге болады. Мысалға, үйкеліс күшін теңестіруге болады серпімділік күшіне, немесе серпімділік күшін теңестіруге болады салмаққа теңестіруге болады деген сияқты. Немесе басқа күштерге теңестіре беруге болады. Өйткені неге? Өйткені барлығының өлшем бірлігі Ньютон. Бірақ есептің шартын дұрыс оқу керек, родной. Енді былай айтқан кезде подсказка беруге болады. Барлығының өлшем бірлігі бірдей болса, демек оларды теңестіру мүмкін, немесе теңестіруге болады. Шартқа байланысты. Бірақ пополам қалай болса солай теңестіре берсең есеп шықпайды. Ол үшін түсіну керек. Сен физикада формуланы білдің, да? Тақырыпты примерно түсіндің, да? Бірақ алдында формула тұрса да кейде есептен шығара алмайсың. Өйткені кейбір нәрселердің бір-біріне байланысы бар, родной. Осыны түсініп алсаң, есептерді оңай шығарасың. Яғни формула жеткілікті бар екен деп есеп шығарып кету деген нәрсе жоқ. Енді А деген есептер болуы мүмкін, конечно, бірақ Б деген есептеріне осындай теңестіру күштерді бір-біріне шығару керек. Мысалы қараңыз, серпімділік күші үйкеліс күшін қарайық. Үйкеліс күші μmg. Сосын серпімділік күші kx. Осыны теңестіру арқылы сізге серппенің созылуын сұрайды да. Енді мысал ретінде сатып болсам, дене тұрады, мына тақтайша тұрады мында, тақтайшаны серппемен тартады да, какой-то F күшпен. Осы кезде мына серппе қанша дельта x-ке созылды. Сол кезде мына сіз білуіңіз керексіз, үйкеліс күші бар, мынау μmg, және былай қарай тапқан кезде F серпімділік күші kx бар екен білу керексіз да. Осы жерде k дельта x қой енді. Дельта x сұрайтын болса, дельта x тең μmg бөлінген k деп шығарып алуға болады. Яғни екі күшті теңестіріп шығардым да. Яғни теңестіру деген нәрсе бар. Вот, сізге пайдалы болды деген ойдамын. Алдағы уақытта мына күштердің барлығына жеке-жеке тоқталамыз. Осы сабақтарды жіберу үшін каналымызға тіркеліп, сабақ ұнаса лайк басуды ұмытпа. Және физикадан қиналып жүрген, енді бастағысы келіп жүрген достарыңа міндетті түрде ссылкамен бөлісіп, видеомен бөлісіп қой. Ол да бір қуанып қалсын.